Сенім мен мүдде. Тау хакім Египет. Затқа табынушы бір топ адам, бір топ ағашты қасиетті жаратушы деп табынады екен. Аллаға сенетін бір тақуа, мұны естігеннен кейін жатып кеп зіркілдеп, бір балтаны ала салып барып, әлгі ағашты шауып тастамақшы болыпты. Ол ағашқа таяй бергенде шайтан жетіп келіп, оның жолын тосып айғай салыпты. «Әй, тоқта! Бұл ағашты не үшін кесесің?» Өйткені ол адамдарды аздырды. «Оған не шығының шықты? Олар алданып арбала бермей ме?» «Онда қайтып болады. Оларды тура жолға бастау менің міндетім». «Сен адамдарға толық еркіндік беруің керек. Олар не істегісі келсе, соны істеп жүре бермей ме?» «Олар қазір мүлде еркін емес. Өйткені олар албастының әзезіл тілін иіріп отыр». «Онда сен оларды өз сөзіңе ұйтпақпысың?» «Оларды Алланың сөзіне ұйтпақпын». «Бұл ағашты кесуіңе жол қоймаймын». «Бұл ағашты кеспей қоймаймын». Сонымен албасты тақуаның алқымынан ала түсіпті. Тақуа шайтанның мүйізінен шап беріпті. Дүниені зілзала қылған сұрапыл айқас болыпты. Ақырында тақуа шайтанды жеңіпті. Шайтанды алып ұрып кеудесіне шыққан тақуа: «Менің кереметімді көрген шығарсың» дейді. Таяқ жеген шайтан арсы-күрсі болып: «Сенің мұндай күшті екеніңді ойламаппын. Енді мені қоя беріп, не істегің келсе соны істе» дейді. Тақуа шайтанды қоя беріпті. Бірақ сұрапыл айқастан әбден қалжыраған, оның ағашты кесуге шамасы келмей, өзінің хылветіне қайтып бір түн демалыпты. Ертесі тағы да балтасын көтеріп, әлгі ағашты кескелі келіпті. Кенет ту сыртынан әлгі шайтан тағы да айғай салыпты. «Бүгін тағы да ағашты кескелі келдің бе? Бұл ағашты кеспей қоймаймын деп саған айтқанмын. Өзіңше бүгінде мені жеңемін деп тұрсың ғой, ә? Кереметімді көргеніңше айқасуға әзірмін. Жарайды, қолыңнан келгеніңді істе». Шайтан тағы да тақуаның алқымынан алыпты. Тақуа шайтанның мүйізіне жармасыпты. Тағы да бір сұрапыл айқас басталыпты. Ақырында шайтан тақуаның аяғының астына құлапты. Табанымен оны басып тұрған тақуа: «Енді айтарың бар ма?» дейді. «Рас, жан теңгелмес күшің бар екен, мені қоя бергейсің. Содан қалағаныңды істерсің» депті шайтан әлдәрмені құрып. Сонымен тақуа шайтанды тағы да қоя беріп, хылветіне қайтып кетіпті. Ол шынымен қатты қалжыраған екен. Төсегінде түні бойы тұяқ серппей ұйықтапты. Ертесі шығыстан таң саз бере балтасын көтеріп, әлгі ағашқа және барыпты. Бұл жолы шайтан тағы да жолын тосып: «Өй, сен алған бетіңнен қайтпадың ба?» дейді. «Солай, бұл сұрқиялықтың тамырын қиюым керек». «Өзіңше мен соған жол қояды деп тұрмысың? Егер тағы да күш сынасып көрмекші болсаң, онда сені тағы бір рет жер қаптырайын». Бұл шақта шайтан іштей: «Бұл адаммен айқасқанымен жеңу мүмкін емес. Өйткені сенімі мен мұраты үшін күрескен адамнан асар қуатты адам болмайды. Қарағанда мұны жеңудің бірден бір тәсілі тұзақ құру» деп ой түйіпті. Сонымен ол дереу жүзіне күлкі үйіріп, жалғаннан шынайы ықылас танытқандай рай байқатып тақуаға: «Бұл ағашты кесуіңе неге қарсы шыққанымды білесің бе? Мұның бәрі өзің үшін, саған жақсы болсын дегенім ғой. Егер сен бұл ағашты кесіп тастасаң, осы ағашқа табынып келген халық сенімен жауласады, саған қарсы шығады. Өзіңе әуре тауып не қыласың? Бұл ағашты кеспей ақ қой, мен әр күні саған 2 ділда берейін. Оны керегіңе жұмсап, алаңсыз тұрмыс өткізесің» дейді. «2 ділда деймісің?» «Иә, күніге 2 ділда, жастығыңның астынан алып тұратын боласың». Тақуа біраз еңкейіп ойланып отырады да, басын көтеріп шайтанға: «Бұған кім кепіл болады?» деп сұрайды. «Ант су ішуіме болады, менің уәдеге берік екенімді білетін боласың». «Жарайды, онда сені сынап көрейін». «Болады, жүре көрейік. Сөзіміз сөз». Шайтан бір қолын тақуаның қолының үстіне қояды, екеуі алақанын ұрсып келісімге келеді. Сонан кейін тақуа үйіне қайтады. Содан бастап әр күні таңертең тақуа ұйқыдан оянып, жастығының астына қолын жүгірсе болғаны 2 ділда ілінеді. Осылайша топ-тура 1 ай өтеді.
Бір күні таңертең ол жастығының астына қолын жүгірткенде ештеңе іліктіре алмайды. Өйткені шайтан оған ендігәрі ділдә бермейтін болған еді. Тақуа қатты ашуланып орнынан қарғып тұрады да, қолына балтасын ала салып, тағы да әлгі ағашты кесуге барады. Бірақ орта жолға барғанда, жолын кескен шайтан айғай салады. «Әй, тоқта, қайда кетіп барасың?» «Ағаш кесуге?» Шайтан мысқылдап шарқылдай күледі. «Ағаш кесемін? Байлық жолыңды кескенім үшін бе?» «Жоқ, сен сияқты кедергілерді аластап, бағдарымды түзеу үшін». «Сен бе?» Мені қағытып тұрмысың, жексұрын шайтан?» «Кешіргейсің, сенің бейнең тым күлкілі екен». «Не деп тұрсың, алаяқ алдамшы?» Тақуа атылып барып шайтанның мүйізінен ала түседі. Сұрапыл айқас тағы басталды. Бірақ бұл жолы ұзаққа бармай, Тақуа шайтанның табанының астында қалуымен айқас ақырласады. Шайтан жеңіске жетеді. Ол Тақуаның кеудесіне мініп отырып, Тақуаны келемеждей: «Ей, сенің күш қуатың қайда кеткен?» дейді. Жеңіліп қалып ашудан жарыларман болған Тақуа: «Шыныңды айт, мені қалай жеңіп алдың, ей шайтан?» деп сұрайды. Шайтан сонда былай деп жауап берген екен: «Сен Аллаң үшін қаһарыңа мінгенде мені жеңіп алдың, ал сен өзің үшін ашуыңа басқанда менен жеңілдің. Сен сенімің үшін күрескен кезіңде мені жеңіп кеттің. Ал жеке мүддең үшін күрескен шағыңда мен сені жеңіп алдым».